Баршаңызға сәлем. Дастарханымыздың сәнін келтіретін осындай бауырдан котлет жасайтын боламыз. Алдымен бауырды мясорубкадан өткізіп аламыз. Содан соң сәбізіміз бен пиязымызды да бірге өткізіп жібереміз. Және сарымсақты да өткізіп жібереміз. Бір жұмыртқа, сүт қойып араластырып аламыз. Дәміне қарай қара бұрыш, тұзымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Ұнымызға шай қасықтың ұшыменен ас содасын немесе қосқышты араластырып алып, 2 бөлікке бөліп салыңыздар. Осындай консистенцияда болады. Қызып тұрған тапамызға майымызды құямыз. Май қызған уақытта осылай котлеттерімізді дөңгелек пішінге келтіріп, пісіріп аламыз. Котлеттерді алған кезде астына осындай қағаз салфетка төсеп, майын сырғытып алыңыздар. Котлеттеріміз дайын. Міне осындай әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Жансая.